Ұстаздар қауымы, бүгін мен сіздерге керемет бір сайтпен таныстырғым келіп тұр. Яғни сіздерде таныстырылым немесе видеороликке аудио керек болған жағдайда осы сайттың көмегіне жүгінсеңіздер болады. Ол үшін сіздер нейрокит сайтына кіресіздер, одан кейін қазақ тілін таңдайсыздар, сосын дикторды таңдаймыз. Яғни бұл жерде бізде 4 диктор бар. Таңдап аламыз, одан кейін бұл жерге біздің алдын ала дайындаған мәтінімізді қоямыз. Мәтінімізді қойдық, одан кейін бұл жерде создать аудио деп тұр, соны басамыз. Бізде загрузка болады. Енді тыңдап көреміз. Поэма эпостық жанрдың бір түрі, белгілі бір оқиғаны, адам тағдырын, заман шындығын эпикалық не үлгідегі өрнекті. Поэма көбіне сюжетке құрылып, кейіпкерлердің қарым-қатынасын, тартыс таласын, сүйініш. Дайын болған